Барлықтарына сәлеметсіздер. Бүгін біз шкафымызды жинайтын боламыз. Біздегі шкафтың түрі осындай. Мынауының түрін қараңдар. Не деген масқара. Мен ертең кітап қойғанда қалай қоямын деп ары ойланып, бері ойланып сөйтпеген бүгін жинауға сәті түсіп тұр. Кеше алған, Шымкенттен алған карри деген өнімдікі. Сосын деген аяқта менің мектепке арналған сумкам. Мен негізі көп ойландым осы сумкаға распаковка чек жасаймын ба жасамаймын ба деп. Ойландым, бері ойландым, сөйтіп жасамайтын болдым. Өзіме удобно сумка, не күшті де. Өзіме ұнаған сумкамды алдым. Өзіме ұнаған киімімді де алдым, заттарымды да алдым. Тойсыз қараңдар, мен күліп аттым ше, ішімнен 4-ші сыныптың заттары болып кетті ғой деп ше. Қараңдаршы, 4-ші сыныптың заттары. 4-те мен бұлға киінбегенмін, дуана болып барғам. Дуаналығым сәл басылған сияқты кетсем де. Дай, жинайық, көпсіз бай. Мен бәрін қойып қойдым, мына. Көшетін адам болса, бәрін ішіп қойдым. Енді деген маған деген мына бар ғой, мына пакет бар ғой, осы пакет керек. Мынаның астының қараңдаршы, өте жаман болып кеткен. Лас болып кеткен ше. Ең ластық десеңдерші. Мен сепішкін үзіп қалмасын, зор ғаламын жеткен, армандап жеткен жетістігім. Қараңдар, асты лас болып кеткен. Мынаның қанша жусан да кетпейді. Кетпейтіндей қылып тастағанмын мен. Сөйтпеген осыны бүгін не істейтін боламыз. Мына қараңдар, мынаны аламыз. Кетемізді қоямызды қазір істеп алайық. Міне осылай істеп алдым. Сендерге қалай болып тұр? Міне істеп алдым осы. Өте күшті болып қалды. Енді дипломдарымды жайғастырайын. Қараңдаршы, не болып кетті? Жоғын түрте болып қалды. Мына бірінші сынып, мен 4-ші сыныптағы зейнетка. Түрім осындай болған 1-ші сыныпта. 5-та мойым қап-қара бетіме бақ. Мен бірақ бетіме ештен шықпағым. Монтаж. Болып кеткенсі мәне. Так, салайық. Әшекейлерімді сап қояйын. Сумкаға кетеді. Ойлайын, жоғалып қалмасын. Мектепке алған заттарым өте қатты жоғалып қалмасын. Қойып қойдым вот. Щетка. Неге щетка тұрмайды? Поэтому өзіме албадым осылай біреуін. Так, енді мына біздің тәпішкеміз. Күшті. Өте күшті. Мамамыз әкеп берді. Мамамызға көп рахмет. Не болса да, базардағы арзандарын алмаған, қымбатын алған. 15 теңгелік. Міне, ішіп осындай. Достар, мынандай қатты резинка алуын қажет жоқ екен, не десіңдер? Жұмсақ резинка жақсы екен. Кішкентай шаштарға және жұмсақта. Өткен қатты шашты қатты қысып, шашының түсіруін азайтпай көбейтеді екен. Көп түседі екен. Шаштарын ше, осы өтті. Не істей салыңдар. Аған жақсы айтыр, неді? Жұмсақ аған жақсы, жұмсақ. Бұнна менің шашым ұзын болған, мама жылайтын. Мама, жұмсақ әкемен резинкадан. Мен шашымды дұрыс қыспай, қатты қысып алып, шашымды түсір жіберетін. Әр шомылып атқанда сөйтіп қуатын ғой. Так, крабик. Сап қойайық. Сөйтіп деген қоп істейтінмін да. Деген есіміз кіріп. Істейтін болдық қой. Сол кезден бастап не істеу керек екен. Жаңағыдай. Шашымды
көп ұстаудың да қажеті жоқ та. Мындай ұстаудың да қажеті жоқ. Негізі вот қойып қойдым. Сол қазір енді сол міне болды, тақадай болды. Бізде енді кітап алу басталады. Ой, бір кітап алу басталады. Күшті жүргенде өз алу да басталады. Мынау не екен білесіңдер ма? Мама, біз мынау не екен білесіңдер ма? Сізге жемеңдер, ішпеңдер деген өліп қаласың дедім. Өте күшті келді. Менің размерім 35 екен, достар. 35 келді екен мен. 35 келді екен. Енді үлкен қалдық 35 киеміз. Міне заттарым менің осылай болып тұр. Нау. Енді деген біз аяқтағы заттарға көшсек. Қалай біласыңдерге? Нау. Ойлан, қап-қара болып кетті ғой, түнек аспан болып. Так, енді деген ойна. Қыстан қарайып кетеді екен ғой. Ой бе, бұлай шілей жарық керек емес бізге. Вот, осы жетті. Так, енді бізге найыры жуу керек, тазалап бір. Жуу болмасақ. Ой бе, кір болып кетті. Жуып алу керек. Қараңдар, кір болып кетті. Сонда да жуып, тазалап қоюға не жетпесін. Мен осы кәндер қосайыншы. Что, терлеп кеттім ғой, терлеп. Бізге айтқан кешке қоспаңдар деп. Еман шығып тұр ғой, жаман қатты. Қосу керек. О, қосылды. Вот, қосылып қойды. О, зор ұрды ғой. Души ұрды. Ма, күшті болды. Енді менің заттарымды реттеп қоюым керек. Мен суымды дайындайыншы. Сумен күшті болады. Короче. Жаңа түтінді сасып жатыр. Орныма қатты иісіп жатыр. Так, енді не істеуге болады? Маған негізі не керек? Мынау керек. Потом болды. Осымен мені порошок қой. Осы порошок тамызып жіберейін. Осы порошок керек. Біздің адысымыз да өз кішкентай ғой. Порошок таппаған соңсыз соғамыз. Ой, может быть, так. Oldu. Gittik al. Короче, bizim үйде деген қорықпай жата беруге болады. Так, мен қорықпай жата беруге болады. Енді найыры әдемілеп сүртіп алайық. Мынау камераға басқа болған мен де өмірде басқаша болып тұр. Шамам тұршы. Сүртіп алайық. Сотаки енді кітаптарымыз келеді. О, достар, сендер айтпашы кітап алдыңдар ма, амандар ма? Біз енді аламыз. Бізге әлі бермеді. Берсе өз айтады ғой, айтыңыз. Келіңіздер, кітаптарыңызды алып кетіңіздер, балдарды жіберіңіздер деп ше. Айтады ғой. Тайзыр апай болып отқансың ма? Күшті шықты назын. Өте күшті.
Хорошо, иісі шықты ғой. Енді тереземіз жуып алайық. Айтпақшы, осы терезе бар ғой. Бұрында бар ғой, мен түнде осы терезеге асылып тұрған кез, есікке, бірақ вагонда тұратын кезде ше, мен жында есікке асылып тұрған кезде, мына қараңдар, көріне ма, мына шығып тұр. Сүрпей ақ қою керек еді бұны. Короче, вагондағы есікке асылып тұрғанда, есік үстіме қарай былш етіп құлаған. Енді мына қолым неден екенін білмей атым. Бәрі айтып жатыр, не жарағансың, не болып кеткен қолың деп ше. Бірақ деген бір есімде ма, есімде емес па, ол 1-ші класста бар. Бағана винеткада қолымды көрдіңдер ма, міне қараңдар. Мына қолым. Мына қолым. Вот көрдіңдер ма, осындай қолым. 1-ші класста дәу болып мынандай болып ісіп кеткен. Енді деген, қазір деген ісіп атыр, ісіп кетті. Жарығы басын қатты аштады. Шыдатпай аштады. Шыдатпай аштады. Мін тұр ғой. Маған осындай кроссовка алыпты. Маған осындай кроссовка алыпты. Так. Көріп алыңдар. 35, 102. 102 деп не үшін қойған? Түсінбедім. Не қылам, бірақ. Ойбай. Енді телефон пайызы толып тұрған кейін. От душинан видео түсіріп алмасам. Көп түсірмеймін ғой, так видео. Бұлай. Бір күнде стап қалмаса, сыным сеп қалмаса видео түсірген. Мотивациям ашылып кетпесе, көп түсірмеймін. Мен телефон қатып бұзылып, үшін тынып жатыр. Şimdi істетіп алу керек еді телефонды. Не жаңа телефоннан аламын. Білмеймін ғой енді. Мен туған күніме 16 күн қалды. Мен туған күніме 16 күн қалды. Бар жоқ 16 күн қалды. Енді 16 күнде адамдардың сыйлықтан күтеміз. Мен бәріне туған күніне түсінесің ма? Тойлап, торт жасап бергем. Мен жақыным болсын, мен тек мама жақтағы адамдарыма ғана бұлай жасап бермесем, бұлай жасамаймын. Әке жақтағы туысқандарға жасамаймын да, мама жақтағы адамдарға көп жасаймын. Өйткені маған кішкентай кезімде бір айтып берейін ба? Менің кішкентай кезімде маған әкем ол кезде білмеймін, бір бәле болып кеткен дегенде, білмеймін, сендерге қатысты емес, бұны видеоға қоймай қойым бұл сөзді. Короче, менің кішкентай кезімде барлығы байынсада мен бір жеріме жара шығып кеткен кезде көп айтады ғасы сөзді ше. Әкеммен телефон түсіп кетті, құлап кетті. Короче, сендерге бір бәле айтып берейін ба? Бірақ мен оны басымнан не істеп есіме қалып сақталып қалғанда ше бар ғой. Короче, мен осындай кішкентай кезімде бар ғой, неге осы бағанағы сөз темам неден бастап кете берейік. Ой, тұрмын көрдім. Короче, деген менде андай болған. Мен әкем жақтағы әкеміз жақтағы адамдар мүлде қарамаған десек те болады. Бір адам қарады, ол өзі әкемнің мамасы қарады. Мен байынсада жатқанда менің апам, нағашы апам, жалғыз апам бар. Нағашы апам сол маған қараған. Байынсада жатқан кезде 10 күн жатасың деген
бір жерім ауырып ісік дәуі жарашып кеткен, сөйтіп 10 күн жатасың деп мен білмеймін енді. Бірақ маған айтқан күндегі айтады сол кезде сен жарашып кеткен, сенің ағаш апаң не істеген деп ше. Мен әкемнің мамасы мен мамамның мамасы бір жігіт қараған. Короче, менің апам сол кезде өмірден озбай жатып маған қарағанда 5 күн апам қараған, 5 күн ағаш апам қараған маған. Ал мамалар өздері енді ол кезде Фатима Амина кішкентай еді. Мен кішкентай едім. Сөйтіп қарап әйтеуір шығарып алған мен 10 күн білесің больницада жатқан. Укол салған. Қызылша болған кезде ауырғанмын. Ол кезде есімнің бәрін білемін. Осындай кезім 4-ші сыныпқа барама, по-моему. Сол кезде қызылша